Қоғамда екі түрлі позиция қалыптасты. Яғни ескі Қазақстанның ескі дәстүрі тәуелсіз басылымдарды ата жау көріп, соларды соттап, жауып тастауға ынталы болған ескі Қазақстан мен төрде отырған парламент мүшелері, министрлердің құрамындағы жаңа Қазақстанның арасында бір белгілі бір идеологиялық, ақпараттық қарама-қарсылық текетірес бар деп жазғанмын. Айдос, мен осы сөзімді қайтып аламын. Өйткені шынымен де мына министрлігінің өкілі, парламент өкілдері келіп, журналистердің алдына, оның ішінде Алматы сияқты қайнап тұрған, тәуелсіз, ешкімнен тайсалмай сөз сөйлейтін осында азаматтар отыр, басылымдар отыр. Осы алдында шыққандарыңызға мен өз басым осы бір тезисті Айдос қайтып аламын, бірақ қалғандарын қайтып алмаймын. Меніңше қазір бұл заң бір қызық жағдайда қалыптасып отыр. Біріншісі